Тепемақын. Жоқ, білмеймін. Мен телевизор көріп тұрайын. Яқта. Сәлем достар, қалайсыңдар? Каналға қош келдіңдер. Достар, біз бүгін балалармен бауырсақ ертегісін сомдағымыз келіп тұр. Бауырсақ ертегісінің ішіндегі кейіпкерлермен қазір жеке танысатын боламыз. Ол кісілер мына жақта мені күтіп отыр. Сәлем. Қалайсыңдар? Дайынсыңдар ма? Дайынсыңдар ма ертегіні сомдауға? Олай болса, мен әрқайсымен жеке-жеке таныстырып шығайын. Так, біздің бауырсақ ертегісінің басты кейіпкерлері әже, ата, яғни кемпір мен шал. Ата мен әже ұрысып қалдыңыз ба? Жақында отырсаңызшы кішкене. Атасы жақындасай. Атасы жақындасай. Әжеге қарай жақындасай. Жақын отырыңыздар. Так, ата мен әже болады біздің бауырсақ ертегісінде. Сен мен жүрмі? Екеуі, сосын тағы кімдер бар бауырсақ ертегісінде? Қоян, короче, сендер кезектесіп. Біреуін қоян, біреуін қасқыр. Тағы кім шығады алдынан? Аю, түлкі болып сендер кезектесіп. Түлкіден бітеді. Я, түлкімен бітеді. Короче, сендер осы жануарлар болып ауысып жүре бересіңдер, кестік па? Және ең басты кейіпкер кім бізде? Кім? Бауырсақ және бауырсақ бар. Әже, сіздің көзіңіз ауырып кетті ма? Очкені шешіп тастадыңыз ба? Көрейінші. Так, олай болса, біз бері келсейін, арқай кетті. Топ қоямын деп жатыр. Так, олай болса, біз ертегіні бастаймыз. Ал мен автормын, иә? Ерте деп мен ертегіні бастаймын. Так, сендер фук ете қалыңдар, былай қарай ертегі ата мен әжеден басталайын деп жатыр. Дайынсыңдар ма? Кеттік. Ертеде ешкі жүні бөртеде. Қырғауыл жүні қызыл екен. Мыналар қарап кеткен ба? Так, құйрық жүні ұзын екен. Ертеде шал мен кемпір өмір сүріпті. Шал мен кемпір екеуі үйде отырып телевизор көріп отыр екен. Мультфильм көресіздер ме сіздер? Жастарыңызға сәйкес нәрсе көрмедіңіздер ме, ладно? Кемпірінің ұзақ уақыт телевизор көріп отырғанын көре алмай. Ондай көре алмай емес, шал, андай қызғанып көре алмай атасың ғой. Қызғанып көре алмай кемпіріне бұлай депті. Ай, кемпір, бар, қарын басты, бар, тамақ дайында. Ой, мен де сабақ қайында. Бар, одан қатсам қарын ашып жатыр. Барып, бауырсақ пісір. Болды. Бара ғой. Ай, не өші күтті сабақты көбет. Короче, түсінбей қалған жандарға айтып жіберейін. Телевизорды сен ғана көресің, шал. Мен көре алмай қалдым ғой телевизор. Жарайды онда барып, бауырсақ пісірейін деп, кемпір кетіп қалады кухняға. Кухняға кетіп қаласың, Айсереп? Кухняға кетіп қаласың. Сөйтіп, шал рахаттанып, от души өзі телевизор көреді. Кемпір кухняға жүгіріп келеді. Жүгіріп келіп, бауырсақ пісіру үшін... Не бауырсақ? Кемшік қойды бауырсақты? Бауырсақ емес. Кухняға келсе, бауырсақ пісіретін ұн бар ма екен, жоқ па екен? Жоқ. Ұн жоқ екен десе енді. Ұн жоқ екен. Сөйтіп, бауырсақ пісіретін ұнның жоқ екенін көріп, шалға жүгіріп кетеді. Менде әлі пенсия түскен жоқ. Кішкентай бауырсақпен дайындай бер. Осы қой үйде ақша бесе. Кішкентай ұнмен бауырсақ пісіре бер. Шал кетші бе? Сөйтіп, кемпір шалға ашуланып кетеді. Ақша бермедің бе? Бауырсақ пісіретін ұн жоқ қой. Ақшаң жоқ па? Жарайды. Кемпір үйдегі кішкентай ұнмен бауырсақ пісіруге кірісіп кетіпті. Не болдым? Бауырсақ елеп болдыңыз ба? Әжесі, кемпір? Ана қазір кішкене көтерілсін, иә? Бар, отыра тұрыңыз, иә? Сөйтіп, әжеміз ба, кемпіріміз ба, білмеймін кім екенін, осылай бауырсақты илеп
жылы жерге қойып қояды. Бүйтіп маған. Жоқ, білмеймін. Мен телевизор көріп тұрайын. Ұйықта. Кино көремін. Ой, сен тек анау жануарларды бір нәрсені көресің. Ұйықташы. Жарайды, кеттім. Көрмеймін. Жарайды. Сөйтіп атамызды шалды, ұйықта деп ұйықтатып тастап, әжеміз өзі индийский сериал көреді. Сізге сериалдар ұнай ма? Бауырсағыңыз көтерілгенше кішкене сериал көре тұрасыз ба? Иә, әжесі солай сериал көреді, ал атасы болса ақпыш деп ұйықтап қалады. Ойбай, не болды? Башықты ұмыттым бұғы. Списікке. Ата, сіз қорқып кеттіңіз ба? Иә, қорқып Ұйқыда жатыр ма едіңіз? Сөйтіп кемпір бауырсақты пісіруге кетіп қалады. Ал атамыз болса қайтадан қорылдап ұйықтап қалады. Действительно ұйықтап екенсіз, ә? Кемпір жүгіріп келіп, сіз қатты жүгіреді екенсіз, ә? Жүгіріп келсе, бауырсағы шынымен, тоқтай тұр, мен айтқан жоқпын ғой. Бауырсағы шынымен күшті болып көтеріліп тұр екен. Сөйтіп, қазір әжеміз, кемпіріміз ба, кімсіз, бауырсақ пісіреді. Бауырсақ пісіресің ба? Сөйтіп, әжесі бауырсақ пісіруге кірісіп кетіпті. Әжеміздің бауырсағы да пісіпті. Әжесі, сіз өзіңіз пісірдіңіз ба? Молодец. Бірінші түсіп алыңыз, ә? Бұны кімге апарасыз? Атаға. Шалға апарасыз ба? Бауырсағын алып, шалға қарай барады. Шал, мені бауырсақ пісірдім. Ой, жарайды. Бауырсағы пісті атасы, сөйтіп атасы бауырсақтан дәм татады. Ойбай, қом ұйыпты ғой. Әй, кемпір, не қомды күйдіресің ғой? Бар, терезе қойып қойды, суыт бар. Әжесі бауырсағыңыз ыстық пе еді? Терезенің алдына қойып, бауырсағын кемпірі суытып алмақшы болады. Міне терезе, сіздің бойыңыз жетпейді ғой енді, әкеңізбен қойып жіберейін. Терезені ашып қойайын ба сосын? Мені қолым қалды ғой. Ойбай, қолы ауырып қалды ма, ештеңе етпейді. Сөйтіп, терезені ашып қойып, бауырсақты суытпақшы болады. Бір кезде бауырсаққа жан бітіп, мына решеткадан да өтіп, әрі қарай домалап қашып кетеді бауырсағымыз. Неғді бауырсақ? Әжесі, сен пісіріп қойған бауырсағың домалап кетіп қалды ғой терезеден, білесің ба? Не істейсің енді бауырсақты? Іздейсің ба? Ана ата деген жаңа ашуланып саған бауырсақ пісір деді ғой. Қазір бауырсақ жоқ десең, ата одан сайын ашуланады. Сосын саған ұрсады ғой. Бар бауырсақты іздеп кел одан да, иә? Онда бауырсақ пішінде мен. Сен бауырсақ боласың ба? Енді басқа әртісіміз жоқ, сондықтан сен бауырсақ боласың, түсіндің ба? Бауырсақ болып, жаңағыдай үйге қайтып орал. Айуа бітті ғой, қашыға бітісіне. Жүр кеттік, орманға кеттік. Жүр, бар киін, бауырсақтың киінін киіп ал. Бұл тежі атаға айтпа. Ата ұйықтап жатыр екен. Как раз ұйықтап жатыр екен атасы. Әжесі бауырсақ болып жолға шығып кетіп.